Сәлем баршаңызға, менің есімім Жансая. Менің жасым 12-де және де менің жақында туған күнім болады. Бірақ менің анам өте қатал. Және де менің анам туған күнді бөлмемді безендіруге қарсы. Және де біз әрине бай тұрамыз, бірақ анам сонда да қатал. Және де анам мен мысалы үй жануарын асырағым келсе, анам оған рұқсат бермейді. Бірақ одан аллергиясы бар, сол үшін анам рұқсат бермейді. Мен сол үшін ата-әжемнің үйіне тұрғым келеді, және де ол жерде маған бәрін істеуге болады. Әжем үнемі ұрыспайды, ол жерде өте керемет. Бірақ та анам ол жерге көп баруға рұқсат етпейді, оның жазда ғана баруға рұқсат етеді. Бірақ та мен жаздан басқа мезгілдерде бара алмаймын, себебі анам сабақ деп жібермейді. Мен сол үшін жаз мезгілін асыға күтемін. Енді жаз мезгілін әлі күтудемін. Бірақ мен сабақ оқуға онша қатты талпынысым жоқ. Мен тез жаз болғанын қалаймын. Мен де сізге айтқым келетіні осы. Мен одан да сабағымды жасайын, әйтпесе анам ұрсады. Жансая, не істеп отырсың? Мама, мен сабағымды жасайын деп жатқанмын енді. Не? Бағанадан бері не істедің? Сен әлі сабағыңды тез оқы да, одан кейін үйде жинастыр. Және де ініңе қара. Мен қазір жұмысқа кетуім керек. Тез сабағыңды оқы. Не істеп отырсың бағанадан бері? Мен ешқандай анам осындай қатал. Жарайды, мен сабағымды тез орнына кірісейін. Ой, әрине енді сабағымды жасап біттім ғой. Үйді жинастыру керек әлі. Сосын барып ініме қарау керек. Жансая, келдің ба? Міне мен інімнің тамағын беріп жатырмын. Мен кеттім жұмысқа, мен уже кешігіп бара жатырмын. Тез тамағын берші өзің. Жанболат ше ғой. Әсіңді іш. Болды. Үйдің бәрін жинастыру керек. Достар, менің негізі анам қызмет жасырамайтын себебі, анам айтады, оларсыз-ақ жұмыс істеуге болады деп. Сол үшін мен бәрін жасауға тиістімін. Бізде тағы да бір плюсы, осындай не бар, робот-пылесос бар, бірақ робот-пылесосты да, мына кәдімгі пылесоспен де мен пылесостаймын. Болды, мен осы бөлменің уборкасын жасап біттім. Не Жанболат, сен ұйықтатайын мен. Ұйықтаймыз. Болды, бұл бөлменің де уборкасын жасадым. Болды, мен уборкаларды жасап болдым, және де сізге тағы да айтқым келетіні, сізбен бөліскім келетіні, менің анам рұқсат бермейді деп айттым жаңа. Және де неге десеңіздер, әкем де рұқсат бермейді. Жазға бір ай уақыт қалды, және де жаз уақытында мені сол жерге апарып тастайды. Және де мен өте қуаныштымын. Енді күтетін боламын бір ай уақыт. Енді оған шейін анам айтқан бәрін істеуге тура келеді. Негізі әжем өте жақсы адам, өте мейірімді. Және де ол
ештеңе үшін ұрыспайды. Өте жақсы адам, бірақ та анам өте қатал. Сол үшін мен әжеммен бірге тұрғым келеді көбінесе. Әже атаммен. Қазір анам да жұмыстан келетін уақыт болды. Ата-анам келіп тұр. Қызым. Үйді жинадың ба? Иә, жинадым. Мына бөлмені жасадың ба? Ой, бұл бөлмені жасадым, ұмытып кеттім, нашым. Немене? Өзіңнің алдында тұрған бөлмені жасамадың ба? Мен просто пол жууды ұмытып кеттім. Ал мына кілемді робот пылесос ұстады. Жарайды, келесі бөлмені көреміз. Жүр. Бөлмені жасадың ба? Иә, бұл бөлмені жасадым. Стол шығарып жасадым ба, әлде? Былай ақ жасай салдым ба? Стол шығарып жасадым. Мынау кір сияқты болып көрініп тұр ғой, что-то. Жоқ, мен тазалап тұрған сияқты едім. Телевизордың шаңын сүрттің ба? Шаңы шығып тұр ғой, что-то. Телевизордың шаңын сүрткен жоқпын. Немене сүртпегенсің, жөндеп жасамағансың ау уборканы? Уборка дейді ғой еще. Мына бөлмені жасадың ба? Бұл бөлмені жасадым, иә. Мына бөлмені жасаған ұқсамайды да ғой. Жүрші ал, өзіңді бөлмені көрейін. Мына бөлмені жөндеп жасамапсың ғой, шала жасасапсың ғой. Бөлмені ақ болып тұрған вообще қап-қара болып көрініп тұр кірі. Жөндеп жасау керек еді мынаны. Енді мен әлі баламын ғой. Я баласың. Өз енді. Үлкен қыз болың ғой же. Қандай бала? Сабағын жасадың ба хотя бы? Я жасадым. Бәрін жасадың ба кештек сергек? Маған мұғалімдер жалып жасап жүрмесін. Қандай сабақ? Қазақ тілі. Жасадым анан үй жұмысын? Иә. Жасаған сияқтысың ғой. Мен көбірек жазбадым ба сені? Енді мен осылай жаздым. Өзің жаздың ба интернетте? Көрсеткен жоқсың ба? Өзім жаздым. Мына қандай сабақ? Математика. Мен математиканы білмеймін, жауап қандай екенін. Әйтеуір жасаған сияқтысың ғой. Не дәптер? Ол черновик дәптер. Жасапсың ғой. Жарайды, болды, ұйықта, ертең тұрмай жүрме. Әкел, сумканы қоя сал да жата сал. Өзім ертең оятамын, сол кезде тұр. Жарайды, қайырлы сізге. Достар, мен сіздерге айтқандай, уже жазда мен сіздерге айттым, ата-әжемнің үйіне барам дедім. Ал қазір жазға 2-3 күн ғана уақыт қалды. Яғни каникулға 2-3 күн қалды. Яғни бұл көктемнің соңғы күндері. Енді мен өте қуаныштымын. Жақында ата-әжемнің үйіне барам. Жансая тұршы. Аманашым. Бүгін сен ата-әжеңнің үйіне барасың. Қане, заттарын жина, сумкаңа жинай бер, мен қазір сенің тамағын жасап берейін. Ура! Мен қатты қуанышты болып тұрмын. Мен өте қуанышты болып тұрмын. Мен қазір тез заттарын жинағым келіп тұр. Киімдерін жинайын. Мама, мен болды жинап қойдым сумкамды. Ол енді тез отыр, шайыңды іш, қазір папаң күтіп тұр. Болды, мен тез барым келіп тұр. Жарайды, бар енді қызым. Сумкаңды ал да. Жарайды, Жансая, сен ата-әжеңнің үйінде 3 ай боласың. Жарайды, анашым. Енді біз сені сағынамыз. Сен сол жерде жақсы өзіңді ең сияқты көр. Жарайды, мама, мен тез кеткім келіп тұр. Жарайды, бара бер.